Бұдан 100 жылдан астам уақыт бұрын алып, адамға ұқсас құбыжықтар, титандар кенеттен жер бетінде пайда болды. Олар қолға түскен кез келген адамды жеп қоятын. Адамдар енді азық-түлік тізбегінің ең жоғарғысында болмады. Көп ұзамай адам саны күрт азая бастады. Көптеген өркениеттер жойылғаннан кейін де адамзат титандарымен қалай күресу керегін таба алмады. Сондықтан олар қауіпсіз болу үшін өз еркіндігін шектеуді таңдады. Тірі қалғандар адамдар титандардан биік алып шеңберлі қабырғалар тұрғызып, бір аумақты қоршады. Қос қорғаныс үшін бірінің ішінде бірі орналасқан екі дөңгелек қабырға салынды. Сыртқы аймақ сыртқы аудан, ал ішкі аймақ ішкі аудан деп аталды. Осы қабырғалардың ішінде адамдар салыстырмалы түрде тыныш өмір сүрді. Алайда қабырғалар толық қауіпсіздікті кепілдей алмады. Тіпті 100 жыл өтсе де адамдар титандардан қорқып өмір сүрді. Фильмнің басты кейіпкері сыртқы ауданда тұратын жас жігіт Эрен Йегер. Ол бір күні қабырғалардан асып, әлемді зерттеуді армандайды. Ол достары Армин мен Микасаға сыртқы әлемдегі теңіздер мен мұхиттар туралы жиі мақтанып айтады. Бір күні олар шекараға барып, қабырғаға өрмелеп арғы бетке өтуді шешеді. Шекараға жақындағанда олар қабырғаның алып биіктігін көріп таңғалады. Армин мен Микаса титандар әлі де сыртта болу мүмкін деп күмәнданады. Бірақ Эрен соңғы 100 жылда ешкім оларды көрмегенін, әр адамдар болмаған соң титандар аштан өліп қалған шығар деп тамамдап тұрады. Олардың әңгімесін шекаралық патруль бөліп, қабырғаға тым жақын келген үшін оларды қамауға алмақ болады. Достарын ұстауға тырысқан полицияға ашуланған Эрен бұл әрекеті үшін өлім жазасына кесілу мүмкін екенін елемей, олармен төбелесе бастайды. Сол сәтте капитан Сода келіп сарбаздарға шегінуді бұйырады. Ол топты өзі жазалайтынын айтып, солдаттарды таратады. Сода Эреннің еркіндікке деген құштарлығын түсінгенімен, оның әрекетін балалық деп санайды. Сосын ол қабырғалардан тыс аймақты зерттеуге арналған әскери жоспар бар екенін айтады. Үкімет жағдайды тексеру үшін кейбір сарбаздарды сыртқа жібергенін, сондықтан Эрен өз өмірін қатерге тігудің қажеті жоқ екенін түсіндіреді. Кенеттен қатты жарылыс болып, бәрі селк ете қалады. Артынша жер сілкінісі басталып, жер шайқалады. Топ шегіне бастайды, ал қабырға қорқынышты түрде қозғала бастайды. Сол кезде қабырғаның әр жағынан алып титан көрінеді. Ол қатты айғайлап қабырғаны тепкілей бастайды. Патруль сарбаздары қорқыныштан не істерін білмей оны тоқтата алмайды. Ақырында титан қабырғаны бұзып түтінге сіңіп жоғалады. Бірнеше секундқа бәрі тына қалады. Сосын қалаға осындай көптеген құбыжықтар кіріп келе жатқан көреді. Сарбаздар титандарға зеңбірек оғымен шабуылдайды, бірақ бұл оларға дерлік әсер етпейді. Олардың керемет регенерация қабілеті бар. Зеңбіректен түскен жаралар әп-сәтте жазылып кетеді. Көп ұзамай титандар сарбаздарға жетіп, оларды бірінен соң бірі жей бастайды. Бір сарбаз тіпті өзін өзі өлтіреді. Өйткені құбыжықтардың қолынан өлгенше осылай өлгені артық деп есептейді. Титандар үйлерді қиратып, адамдарды ұстап жатқанда барлығы жан сауғалап қаша бастайды. Армин халықтың арасында адасып кетеді, ал Эрен мен Микаса адамдар жасырыну үшін бара жатқан қала шіркеуіне қарай жүгіреді. Жолда Микаса жүгіріп келе жатқан жұрттың таптап кетуіне шақ тұрған кішкентай баланы көреді. Ол баланы құтқаруға ұмтылады да сол сәтте Эреннен айырылып қалады. Эренді шіркеудің ішіне сүйреп кіргізеді де артынан есікті жауып ешкімді кіргізбейді. Эрен шіркеу терезесінен ең жақын досының қорқынышты тістері бар әйел титанға жақындап келе жатқан көреді. Микаса өзін ештеңе құтқара алмайтын түсініп, тағдырына мойынсұнып, басын төмен түсіреді. Сол сәтте қатты жарылыс болып, шіркеудің ішіндегілердің бәрін артқа ұшырып жібереді. Эрен қайта сыртқа қарағанда Микасада титанды көрмейді. Ол Микасаны іздеп сыртқа жүгіріп шығады. Бірақ бір кездері үй болған қаланың қирандыларын ғана көреді. Артынан бұрылғанда құбыжықтардың шіркеуді бұзып, ішіндегілердің бәрін жеп жатқан көреді. Эрен қираған қалада үмітсіз күйде сенделіп жүреді. 2 жыл өтеді, бұрынғы титан шабуылынан аман қалғандардың бәрі ішкі ауданға көшіріледі. Әскер енді сыртқы ауданды қайта қайтарып алуды жоспарлап жатыр. Ішкі ауданға босқындардың ағылуы және сыртқы ауданның құнарлы егістік жерлерінің тастап кетілуі салдарынан азық-түлік тапшылығы басталып, адамдар аштан қырыла бастайды. Егер бұл осылай жалғаса берсе,
ақырында барлығы аштықтан өледі. Аман қалудың жалғыз жолы сыртқы ауданды қайта басып алып, қираған қабырғаны қалпына келтіру. Әскердің бас қолбасшысы Кубал есімді адам. Ол сарбаздарға жүрек тебірентерлік сөз сөйлеп, Ханс есімді қызды сахнаға шақырады. Ол жасақтың қару-жарақ бөлімінің басшысы. Ханс титандармен күресуге көмектеседі деп сендірген жаңа көп бағытты маневр жасау құрылғысын көрсетеді. Алайда сынақ кезінде абайсызда өз адамдарын шабуылдап алады. Осы кезде әскер қатарында Эрен мен Арминді көреміз. Белгілі болғандай екеуі де 2 жыл бұрынғы шабуылдан аман қалған және қазір әскерге қосылған. Эрен Микаса есімді сүйікті әйелін өлтіргені үшін титандардан кек алғысы келеді. Капитан Сода да сол шабуылдан тірі қалған, бірақ өмір сүруге деген құлшынысын жоғалтқан. Қазір ол әскерде азық-түлік таратушы болып жұмыс істейді, әрі маскүнемге айналған. Сарбаздар титандар ұйықтайтын түнде сыртқы ауданға басып кіруді жоспарлайды. Олардың мақсаты титан қалаға кірген жолды жабу, сонда жаңа титандар кіре алмайды. Содан кейін қалғандарын жойып, ауданды қайтарып алу. Ханс барлығына алға баяу жылжып, дыбыс шығармауды ескертеді. Өйткені құбыжықтар дыбысқа өте сезімтал. Сыртқы ауданның қақпасы ашылып, әскери көліктермен алға шығады. Бір сәтте капитан алда бір қозғалысты сезіп, көліктерді тоқтатуға бұйрық береді. Сарбаздар жан-жағына сақтықпен қарап, қала ішінде жайылып жүрген сиырларды ғана көреді. Хияна есімді сарбаз жылап жатқан сәбидің дауысын естіп, өмірін қатерге тігіп, оны тексеруге шешім қабылдайды. Эрен оның соңынан еріп, екеуі қираған ғимараттың ішіне кіреді. Алға жылжыған сайын жылау дауысы анық естіле бастайды. Кенеттен Хиянаның үстіне жабысқақ сұйықтық тамшылайды. Екеуі жоғары қарағанда бір адамды жеп жатқан алып сәби титанды көріп, зәресі ұшады. Сәби титан олардың алдына құлап жылай бастайды. Олар қорқып сыртқа қашады. Шудан сарбаздар абыржи бастайды. Бірақ капитан тыныштық сақтап, титандарды тартпауға бұйрық береді. Сол сәтте кенеттен алып қол пайда болып, капитанды ұстап алады. Титандар оянып кетті. Енді сарбаздардың бәрі үлкен қауіпке тап болады. Эрен мен Хияна топқа қарай жүгіріп келеді, ал арттарынан алып құбыжық қуып келеді. Олар көліктерге қарай қашады. Бірақ командир Кубал қауіпті сезіп, қару-жарақ тиелген көлікпен қашып кетеді. Көліктің ішіндегі Ханс сарбаздарды жақын маңдағы тасталған ғимаратқа шақырады. Олар ғимаратқа қарай жүгіргенімен қашып үлгермей, титандардың қоршауында қалады. Барлық үміт үзілген сәтте кенет титан өлтіруші барлау жасағының капитаны Шикишима пайда болады. Ол серіппелі құрылғысын пайдаланып, титандардың желке тұсындағы әлсіз жеріне соққы беріп, оларды ауада жүріп ақ өлтіреді. Шикишиманың дәл өз секілді шебер әйел серіктесі бар. Өлтірілген титандар жерге құлап, буға айналып кетеді. Эрен Шикишиманың серігін көріп, оның Микаса екенін білгенде қатты таңғалады. Алайда Микаса бұрынғы досына назар аудармай, Шикишимаға күлімсіреп қарайды. Сосын олар ғимаратқа бет алады. Сарбаздар да арттарынан ереді. Белгілі болғандай, командир Кубал Шикишиманы осы миссияға көмектесу үшін тағайындаған. Сол күні Шикишима Микасаның өмірін сақтап қалып, оған титандармен қалай соғысу керегін үйреткен. Содан бері олар титандар әлемінде серіктес болып өмір сүріп келеді. Микаса өмірдің қатал шындығын түсініп, бұрынғы өміріндегі адамдармен байланысқысы келмейді. Кейін бір сарбаз Эренді бұрып, титандарды тартып, бәрінің өміріне қауіп төндірді деп айыптайды. Екеуі төбелесіп қалады, бірақ Микаса оларды тоқтатады. Шикишима Эреннен атын сұрап, оны оңаша сөйлесуге алып барып, өзінің басымдылығын көрсетеді. Эрен титандарды өлтіруді үйренгісі келетінін және оларды тұзақта қалдырған үшін құбыжықтарды кінәлайтынын айтады. Шикишима күліп, адамдарды тұзақтаған титандар емес, адамдардың өздері екенін айтады. Олар қорқақ болып соғысудан бас тартқан. Сол қорқақтығы оларды осы халге жеткізді дейді. Сосын Эренді қорқақ деп арандатады. Эрен мұнымен келіспегенде, Шикишима оған қорқынышын тастап, еркіндік үшін титандармен күресуді ұсынады. Кейін Эрен Микасаны іздеп тауып, оның сынық пианидода ойнап отырған көреді. Ол қайта жақындағысы келеді, бірақ Микаса оған селқос қарайды. Ол өзі қараған сәби өлгеннен кейін мүлдем басқа адамға айналған айтады. Сосын денесіндегі тістің ізін көрсетіп, титан шабуылының өзіне не істегенін аңғартады. Сол сәтте Шикишима келіп, қолымен Микасаға алма беріп, оған деген сезімін көрсетеді. Жүрегі жараланған Эрен сыртқа жүгіріп шығып, азаптан айғайлайды. Титандардан кек алғысы келген жалғыз махаббатты енді бұрынғы адам емес еді. Осы кезде Хияна Эренге келіп, оны жұбатады. Екеуі ғимараттың ішіне қайта кіріп сөйлесіп отырғанда, жаныңдағы бір жұпты көреді. Хияна ішкі ауданда қалған қызы туралы айтып, көзіне жас алады. Сосын ол Эренді азғырып, өзін оған күштеп таңа бастайды. Бірақ
бірақ сол сәтте терезеден алып көз сығалайды. Көз иесі Хиананы аузымен тартып әкетіп, ойлануға да мұрша бермейді. Эрен досының құбыжықтың аузында жеп қойылғанын көреді. Ғимаратқа көптеген титандар жақындайды. Шикишима, Микаса және басқа сарбаздар жабдықтарды киіп, титандармен шайқасқа түседі. Шикишима мен Микаса көпшілігін өлтіреді, бірақ бұл олардың алғаш рет соғысуы болғандықтан көп сарбаз жараланады. Ұзақ мерзімде титандардан құтылудың жалғыз жолы жарылғыштар, сондықтан командир Кубал барлығына оларды қорғауды бұйырады. Осы кезде бағанағы жұпқа шабуыл жасалып, ер адам қаза табады. Әйел сүйіктісінің өліміне күйзеліп, оны өлтірген құбыжықтан кек алуға ант етеді. Кейін біреудің жарылғыш тиелген көлігіне отырып, айдап кеткен көреміз. Сүйіктісінен айырған әйел өзін құрбан етуге бел буып, көлікке секіріп мініп, жарылғышты іске қосады. Ол рөлді басып алып, сүйіктісін өлтірген титан қарай бет алады. Құбыжыққа соғылғанда жарылыс оның аяқтарын жұлып түсіреді. Алайда бұл шабуыл нәтиже бермейді, өйткені титанның аяқтары тез қайта өсіп шығады. Оларды өлтірудің жалғыз жолы әлсіз тұсын дәл соғу. Эрен әлі ғимараттың төбесінде және өзгелерге көмектеспеген. Ол Шикишиманың сөздерін есіне алып, серіппелерді пайдаланып, шабуылға шығады. Алғашында қиналады, бірақ Шикишиманың аздап бағыт беруімен алғашқы титаны өлтіреді. Алайда содан кейін тепе-теңдігін жоғалтып, тікелей басқа титанның аузына ұшып кетеді. Титан оның бір аяғын тістеп жұлып алады, бірақ Эрен шатырға секіріп аман қалады. Сол сәтте бір титан қашып бара жатқан Арминді ұстап алады. Басқалары оны құтқаруға тырысады. Эрен ауырсынғанына қарамастан досына көмектесуден бас тартпайды. Ол өзін сүйретіп, ғимараттың шетіне жетіп, құбыжықтың аузына секіріп, оны ашық ұстап тұрады. Армин құбыжықтың жұтқыншағына сығып кетейін деп тұрғанда аман қалады. Алайда осы сәтте Эрен титанның асқазанына құлап түседі. Ол жерде бірнеше мәйіттің арасында жатады. Олардың бірі Хиана. Осы уақытта Микаса мен өзгелер бір ғимараттың төбесінде болады. Армин Микасаға Эреннің қаза тапқанын айтады. Микаса өз сезімін жасыра алмай, бұл хабардан қатты күйзеледі. Ашуға булыққан ол титандарға қарсы ұмтылып, олардың барлығын бірінен соң бірін өлтіреді. Бірақ шайқастың ортасында жанармайы таусылып, жерге құлап түседі. Бұрын Эренді жеп қойған титан Микасаға жақындап, оны өлтірмек болады. Сол сәтте кенеттен құбыжықтың аузынан бір қол шығады. Артынша оның денесі жарылып, ішінен тағы бір титан пайда болады. Жаңадан пайда болған титан өз түрімен шайқасып, оларды бірінен соң бірін өлтіреді. Тірі қалған сарбаздар таңданыспен қарап тұрып, жаңа титанның шын мәнінде Эрен екенін түсінеді. Барлығын өлтіргеннен кейін титан ғимаратқа қарай қаһармен жақындайды. Эрен өзінің кім екенін ұмытып қалғандай, көз алдына түскеннің бәрін өлтіре бастайды. Сарбаздар қорқып шегінеді, тек Микаса ғана қалып, Эреннің атын атап айғайлайды. Бірақ ол тоқтамай Микасаны ұстап алады. Оған қарап тұрып, Эрен біртіндеп есін жинап, Микасаны тани бастайды. Сосын ол жерге құлап, басқа титандар секілді буға айнала бастайды. Микаса оның әлсіз тұсын кесіп ашады. Сол кезде құбыжықтың ішінен адам кейпіндегі Эрен шығады. Барлығының таңданысына орай ол титанның қалпына келу қабілетінің арқасында жоғалған аяғын қайта өсіріп алған болып шығады. Соңғы титан да толықтай ғайып болып, Эрен баяу есін жия бастайды.